Ақтөбеде 23 миллион теңгесін ұтысқа тігіп жіберген жігіт 8 жылға сотталуы мүмкін. Қалайша? Қазір барлығын айтып берем. Қысқасы, 29 жасар ақтөбелік жігіт 23 миллион теңгесін ұтыс ойынға тіккен. Жеңіліп қалған ол полицияға ұрлық жасалды деп арыз жазған екен. Оның ВАЗ автокөлігінің ішінен біреулер жаңағы қомақты соманы ұрлағанмыз деп. Күдікті ретінде өзінің танысына меңзеген. Полицейлер 23 миллионды бірден іздестіруді бастап кетеді. Жедел шаралар өткізеді, артынан зардап шегуші жігіттің берген түсініктемесі келіспейтінін анықтайды. Дәл осы жерде жаңағы жігіт барлығын ойдан құрастырғанын мойындайды. Көліктен ешкім ақшаны ұрлаған жоқ, ішінде 23 миллион теңге болған жоқ. Шын мәнінде, жігіт өзінің үлкен сомадағы ақшаны жеңіліп қалғаны туралы әйеліне қалай айтарын білмеген екен. Ұтыс ойыны туралы жұбайы білмепті. Ұрлыққа жаба салайын деген ғой барлығын.